Ендеше бәріміз балалар экранға назар аударайық. Бүгінгі сабағымыздың осы мақсаты қандай екен? Бүгін автор бейнесінен автордың тұлғасын екеуміз ашамыз. Сонымен балалар, барлығымыз қабырғадағы суреттерді назар аударайық. Не көрдік? Айталым, Мадина, не көрдік? Және де Қожа Ахмет Яссауи туралы шағын мәліметтер. Бұл суреттерде мен тайқазанды және шағын мәліметтер мен Қожа Ахмет Яссауидің портретін көрдім. Яссауи түркілерге иманды, исламды ғана қайта қойған жоқ. Сондай-ақ түркінің көңілден келе жатқан мәдениетін, тілін, әдет-ғұрып, салт-дәстүрін түгел. Балалар видеоны қараңыз, енді қазір балалар саяхаттаушы ақпараттар мәселен өзіміздің еңбектерімізді ортаға саламыз. Көріп жинаймыздар. Жақсы ма? Ал ғаби кірсек. Өзімізді әр жерге ақпараттарды теріп жазбалайық. Ол үшін сіздерге 7 минут уақыт беріледі. 7 минуттың ішінде барлығын 7 балдан жоғары бал алуға тырысайық. Естеріңізге сала кетейін, бүгінгі сабағымыздың бағалау критерийі автор бейнесін анықтау, автордың тұлғасын ашу. Қанекең Нұралы, тарихи жер, қандай ақпараттарын? Бұл жерден жас Қожа Ахмет Яссауидің қазіргі Шымкент қаласы, яғни Сайрам ауданында білім алған, және сояқта өскенін білдім. Жақсы, аралай бер. Айзада не алдық? Мен Қожа Ахмет Яссауи шығармашылығы түркі мұсылман әлеміне көңілінен танылып, яссауишек хикмет жазу дәстүріне айналғанын білдім. Өте жақсы. Қожа Ахмет Яссауиге тау етушілер алдымен Арыстан батырдың басына барып сүйенді. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі дүниежүзілік мәдениет мұралары тізімінен мешіт, кітапхана залдарда бар. Өте жақсы, жарайсың. Жақсы, Әрсен не білдік? Қожа Ахмет Яссауи халық арасында Хазірет Сұлтан атымен танымал. Және Қожа Ахмет Яссауидің ұстазы Арыстан бар екенін түсіндім. Өте жақсы. Яссауи ұстаздарының көшбасшысы Арыстан бар көшбасшысы болған. Яссауидің Диуана хикметінде көне түркі тілінде жазылған. Бұл шығарма алғаш 1878 жылы, содан кейін 1901 жылы басылды. Рахмет. Қожа Ахмет Яссауи ұстаздардың көшбасшысы. Қожа Ахмет Яссауи алғашқы шәкірті Арыстан батырдағы Мансұр ата, екінші шәкірті Саид ата Хорезм. Өте жақсы, жарайсың. Аделя жұмыс үстінде. Оның ұрпаққа жеткен көлемді шығармасы Диуани хикмет, Диуани хикмат. Бұл шығарма алғаш рет 1878 жылы жеке кітап болып басылып шықты. Өте жақсы. Бүгінгі күнде жеткен шығармасы Диуани хикмет ең алғаш болып 1877 жылы жеке кітап болды. Одан сол ол Стамбул, Ташкент, Қазан қалаларында жазылды. Аймина. Қожа
Қожа Ахмет Яссауидің өзі аты Ахмет, есімнің алдындағы қожа мұсылман дінін таратып, уағыздаушылық қызметіне орай берілген атау. Яссауи оның қай жерден шыққандығы туралы көрсетеді. Өте жақсы бала. Қожа Ахмет Яссауи ол түркілерге исламды және мәдениетті ғана емес, және олардың өздерінің салт дәстүрлерін және мәдениет тілдерін ары қарата дамытуға көмектесті. Оның бүгінгі ұрпаққа жеткен көлемді шығармасы Диуани Хикмет, Диуани Хикмат. Бұл шығарма алғаш рет 1878 жылы жеке кітап болып басылып шыққан. Ол өмірден қайтқаннан кейін 17 жасында Яссы қаласына келген. Жарайсыңдар балалар, саяхаттаушы ақпараттар бойынша тербелістер қандай ерекшеліктер болды? Айталы. Зерттеушілік әдіс маған өте қатты ұнады, себебі мен сыныптың әр жерінен Қожа Ахмет Яссауи туралы мағлұматтарды алдым, және ол маған ары бері жолы ұнады. Өзің еркін сезіндің, иә? Айтасыңдар балалар, бірнеше барлық сөйлеместен тұрайық. Мен қасыма келгендер балықтан бір-біріне байланыстырып, ақпараттарды жинақтаймыз, шеңбер қағып тұрайық. Қазір біз сонымен балалар Ахмет Яссауи қай жылы дүниеге келген? Нұралы, ал жауап бере ғой. Ахмет Яссауи 1093 жылы Сайран қаласында дүниеге келген. Өте жақсы. Ахмет Яссауидің ең ірі көлемдегі шығармасы қай жылдарға дейін ғана сақталды? Нұралының сұрағына кім жауап береді? Ол Хазірет Сұлтан атымен танымал болды. Менің келесі сұрағым, Диуани Хикметі қаншаншы жылы жарыққа шықты? Өте жақсы. Жоқ, шын өзіңе алып қаласың. Оның алғашқы кітабы 1878 жылы жарыққа шыққан болатын. Қожа Ахмет Яссауидің алғашқы кітабы 1878 жылы шыққан болатын. Қожа Ахмет Яссауидің анасының аты қалай аталады? Қожа Ахмет Яссауи ол анасы Мұса шейхтің қызы аты Айша. Қожа Ахмет Яссауи қай жылы дүниеге келді? Қожа Ахмет Яссауи 1093 жылы дүниеге келді. Қожа Ахмет Яссауидің ұстазының аты кім? Қожа Ахмет Яссауидің ұстазы Арыстан Бабы. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі қай жерде орналасқан? Өте жақсы. Камила. Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі Түркістан қаласында орналасқан. Өте жақсы. Жарайсыңдар оқушылар. Диуани Хикметте қанша хикметі бар Қожа Ахмет Яссауи? Қанша хикметі бар? Білмейміз, иә? 149 хикметі бар екен. Қане қайталап жіберіңдер? 149 хикметі бар. Мінекей, Амина. Орай бер аратпай. Енді Амина, сен сұрағыңды қойып жібер. Енді қанекей балалар білгеніміз туралы Маған саяхаттаушылар әдісі қатты ұнады. Біз Қазақстанда бірінші рет осылай саған сынып болды деп ойлаймын. Бізге өте тиімді болды. Сынып ішін аралап жүріп, Қожа Ахмет Яссауи туралы көп мағлұмат жинадық. Алдағы уақыттарда да осылай сабақ өтеміз деген ойдамын. Енді балалар бүгінгі бағалауды бойынша біз мақсатымызға жете алдық па? Қайдары? Қанекей, Марина. Мен ойымша автор бейнесі біз анықтай алдық, және де авторлық тұлғасын аша алдық. Шығармадағы материалды және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, және де бір-бірімізге баға бердік деп ойлаймын. Балалар, олай болса қанекей айтайықшы. Біз бүгін Ахмет Яссауидің қай дәуірлерде өмір сүргенін біле алдық па?
қай жерде өмір сүрген екен Әсем? Сайран қаласында өмір сүрген. Қожа Ахмет Яссауи ол 1093-ші 1166 жылы Өте жарасында. Тағы не білдік? Оның қандай көлемді шығармасы бар екен? Альмина. Оның бүгінгі күнге дейін жеткен көлемді шығармасы Диуани Хикмет. Ол алғаш рет 1878 жылы шығарылып, Ташкент, Стамбул және Қазан қалаларына жеткізілген болатын. Оқушылар, сабағымызды қорытындылайық. Қазір сіздерге өздеріңіз қалаған әдіс бойынша кербаяныз керек. Мына жерге барлық әдістерге кім шығады? Бүгінгі сабақта мен үйренгенмен таңғалдым, себебі Қожа Ахмет Яссауидің 149 хикметі бар екенін түсіндім. Және осы Қожа Ахмет Яссауиді тереңірек оқып дамытамын деп ойлаймын. Есте сақтауға тұрарлық нәрсе ол Диуани Хикметі туралы көп есте сақтау керек деп ойлаймын. Сіз білгіңіз келетін нәрсе Қожа Ахмет Яссауи туралы тереңірек білгім келеді. Сіз бұрыннан білетін, ол Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің ішінде қандай естеліктер бар екенін білетін. Сіз жаңадан үйренген. Ол Диуани Хикметі туралы, Қожа Ахмет Яссауи туралы көбірек біледі. Жақсы, жарайсың. Келесі, Мадина. Менің ойымша, барлық балалар жақсы белсенді қатысты, және де мен көп мәліметтер алдым, және де есіме сақтаймын деп ойлаймын. Оқушылар, бүгінгі сабағымызда өзінің мәресіне жеткен сияқты, енді балалар не түсінгендігіміз жайлы, бүгін не білгендігіміз жайлы өзіміз кербаяныз беріп, бір-бірімізге баға бердік. Менің ойымша, сабаққа басқа да балалар жақсы қатысты. Олардың арасында Қанат Бауыржан, Қанат Аружан және де Арман Әрсен жақсы қатысып отырды, бірақ оларға да өздерін көрсете білу қажет деп ойлаймын. Енді оқушылар, бүгінгі сабағымызға кербаяныз берейік та сабағымызды қорытындылайық. Жай ғана ақын болған деп, бірақ олай емес екен. Ол Қожа Ахмет Яссауи қазақ халқының мәдениетінің тарихында айрықша орны бар ұлы ақын екен. Өзгеше сезімде болдым, өйткені аралап жүріп көп мәліметтерді алуға болатын еді. Саған ұнады ма осындай әдіспен оқу? Өте жақсы, рахмет балалар. Ары қарай. Менің бұл барысындағы маңызды өйткені мен барлығын жақсы білгендердің барлығын түсіндім. Жақсы, жарайсың. Найзере отыра ғой. Бүгін мен Қожа Ахмет Яссауиға деген көзқарасымды өзгерттім. Себебі бұрын мен оны жай ғана ақын деп ойлайтынмын. Енді оның қандай еңбектері бар екенін түсіндім. Бүгін мен оның өмірі жайлы жақсырақ түсіндім. Және сабақта үйренгеніме таңғалдым. Жарайсың, өте жақсы. Бұрын не білетін едің? Бұрын мен оның кесене салғанын ғана білетінмін. Енді неге көңіл бөлесің? Енді мен үйден Қожа Ахмет Яссауи туралы деректер ізденіп білемін. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Сонымен қымбатты оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай Қожа Ахмет Яссауидің түркі тілдес халықтар арасында соғылық әдебиеттің негізін қалаушылардың бірі, аса көрнекті ақын, есімі ислам әлеміне мәшһүр ойшыл қайраткер екендігін бүгін анықтап берді. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар оқушылар.